Барлықтарыңызға сәлем. Кезекті жаңа ерекше рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге тартылған ет қажет. Оның үстіне бір 3-4 штук картоп, үкіштен өткізілген, 3-4 штук сәбіз, үкіштен өткізіп аламыз осылай. Сосын пияз, дәл осындай мөлшерде майда үкіштен өткіземіз пиязды. Оның үстіне дәміне қарай тұз қосамыз. Мен бір 2-3 шай қасықта тұз қостым. Қалауларыңызша қара бұрыш, дәмдеуіштерді қосыңыздар. Сосын 2 жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Мөлшерін барлығын мен описанияға жазып қалдырамын. Қарап, осы мөлшермен жасап көрсеңіздер болады. Мінекей жақсылап араластырамыз, жеңіл араластырамыз. Су шығып кетуі мүмкін. Енді бір шетке алып қойып, біз соусын дайындаймыз. Үй жағдайында дайындалған томат болғандықтан, сұйықтау болғандықтан бір 3 ас қасықта қостым. Бір немесе 2 ас қасық томаттың өзі жеткілікті, егер магазиндікі болса. Сосын оның үстіне 200 грамм қаймақ қосамыз. 15-20% айырмашылығы жоқ. Жақсылап араластырып, оған да аздап қана тұз қосуды ұмытпаңыздар. Енді біз пісіретін пеш, яғни духовкамыздың листін жақсылап майлап аламыз алдымен. Сосын майда шәріктерге келтіріп, барлығын осылай орналастырып шығамыз. Бұл өте тойымды, берекелі, бір оңай, уақыт көп алмайтын, сондай бір керемет кешкі ас жасап көріңіздер. Қатты жабыстырып қоймай, осылай теріп шыққан соң бағанағы дайындап қойған соусымызды бір келіге етіп құйып шығамыз. Енді осының үстіне сыр, кез келген сыр бола береді. Сырды майда үкіштен өткізсеңіздер әдемі болып шығады. Майда үкіштен өткізіп, бір тегіс етіп осылай бетін жауып шығамыз. Мінекей енді 180-200 градус пешке салып пісіріп аламыз. Бір 40 минутта пісіп шығады. Біздің котлеттеріміз пісіп шыққанға дейін гарнир дайындайтын боламыз. Өздеріңіз қалауларыңызша қандай гарнир дайындасаңыздар да, мен вермишельмен күрішті араластырып, қуырып, бұқтырып пісірдім. Осы тәсілмен жасап көрсеңіздер өте тойымды әрі бір ерекше дәмді болады екен. Мінекей бірінші вермишельді көргендеріңізде қызартып қуырып аламыз. Бір 3-4 минуттай. Сосын күрішті де 3-4 минуттай қуырып аламыз. Жақсылап жуып, тазартқан күрішімізді. Аздап қана май құйып, сол кезде, бұқтырып пісірген кезде, күріштеріңізде вермишельде жабыспай, тал-тал болып, әдем болып пісіп шығады. Енді жақсылап араластырып, оған дәміне қарай тұз қосып, қайнап тұрған су құямыз. Су міндетті түрде ыстық қайнап тұрған болу керек. Міне, көз мөлшерімен осындай бетіне шамалы ғана шығып тұру керек. Тұзын, дәмін барлығын реттестіріп, суы шамалы тартылғанға дейін 2-3 минут күте тұрамыз. Бетінде су шамалы тартылады осылай. Сосын астын жай қойып, бетін жауып, бұқтырып пісіреміз. Осылайша гарнир дайын болғанға дейін котлетімізді пісіп шығады. Уақытты да үнемдейсіздер, әрі тойымды сондай бір керемет кешкі ас немесе түскі асқа дайындап берсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, мына сырдың майы, енді фарштың, еттің майы осылай бөлініп, сочный болып пісіп шықты. Мына жақта гарниріміз дайын болды. Оны осылай кеселмен аударып алсақ болады. Өздеріңіз фантазияларыңызға байланысты әдемілеп, сәндеп дастарханға жібересіздер. Қазір мен сіздерге көрсетейін.
котлеттерімізді қалай пісіп шыққанын. Міне соус құйғандықтан құрғақ болып қалмайды, сочный болып, бағанағыдай сулы болып пісіп шығады. Сосын суынан алып аздап осылай құйып шығасыздар. Мінекей. Оңай әрі тойымды, ерекше сондай дәмі тіл үйіретін тағамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Қараңыздар. Мінекей, мынандай фантазия келді, сосын кейіннен ойыма. Осылай әдемілеп, сәндеп, ерекше етіп дастарханға жіберсеңіздер болады. Ас болсын.